Алтын тойға қадам басты әкеміз бен анамыз. Әрдайым жүрегіміздің ең төрінен орын алатын әкеміз бен анамыз үшін биылғы жылдың жөні бөлек. Әуелі Алла тағалаға сансыз шүкір дейміз. Биылғы жылы әкеміз 73 жастың қияшыңын бетке алса, анамыз сол 70 деген асудың биігіне аман есен жетіп отыр. Бұған қоса қос қымбатты жанымыздың бір кезде жұрт қызғар жұп құрап шаңырақ көтергендеріне елеулі 50 жылға толып отыр. Әрненің жөні мен жосығына ұста халқымыз бұл қуанышты мерейлі межеге алтын той деп ат қойып айдар таққан. Ендеше біздің көкейімізді кернеген керемет қуаныш, шаттықты думан осынау алтын тойда ескірмес естелік ретінде ардақты ата-анамыздың балғын балакез, жалынды жастық шақтарына аз кем шолу жасауды жөн көрдік. Бал дәурен, балғын дәурен, бала дәурен. Әкеміз Саудабаев Сапар Сейдеметұлы 1953 жылдың 23 қазанында Шырайлы Шымқаланың іргесіндегі Бадам елді мекенінде өмірге келген. Ата тегі орта жүздегі Қоңырат елінің Киікші руынан тамыр алған. Әуелі егіз ағалары, сонан кейін дүние есігін ашқан Сапар әкеміз, әке мен анадан 3 ағайынды. Сәби шақтарында отбасы Бадамнан Юбилей кеңшарына қарасты Кеңес ауылына қоныс аударады. Сапар әкеміз іске жарамды қаршадайынан әкесіне ілесіп, мал шаруашылығымен айналысқан. 1978 жылы юбилейный кеңшарынан жүзім совхозы ашылып, әкеміз аталған шаруашылықта да еңбек етті. Анамыз Досмұхамедова Зәуре Бақышқызы 1956 жылы 17 наурызда Ташкент облысының Шыназ ауданында өмірге келген. Анамыздың ата тегі орта жүздің Жауғашты руынан. Анамыз көп балалы жанұяның перзенті, өзі егіздің сыңары, 2 ағаның қарындасы, соңынан ерген 4 сіңілісі және бар. Әкеміздің отбасы секілді анамыздың да шаңырағы 1968 жылы Майдантал совхозының Қаражон ауылына қоныс аударып, Зәуре анамыз Қаражонда бой жетеді. Махаббат қызық мол жылдар. Әкеміз бен анамыздың осыдан 50 жыл бұрын 1975 жылдың жайма шуақ жазындағы алғашқы таныстығы қос кеудеден достық сезім болып бір ашып, махаббатқа ұласып, қос ғашық сол жылдың күзінде ақ некелі жан ұялық өмірге қадам басты. Өмірге 2 жүрек бір мұраттан Жібек, Нұрсұлу, Ұлбосын, Зарина есімді қырмызы гүлдей қылықты қыздар мен Жамбыл, Абай есімді ұлағатты ұлдар келіп, 6 перзент шаттықты шаңырақтың бақытты балалары болып өсіп өнді. Екеуі жастайынан жанұядаған емес, еңбекте де тізе қосып тер төкті. Жүзім совхозында қатар жұмыс істеді. Егін мен мал шаруашылығын егіз атқарып, ел көшінен қалмай, үлгілі отбасының керегесін кеңейтті, қуанышын көбейтті. Өнегелі өмір жолында бірі ардақты әке, бірі асыл ана болып, бір-біріне сүйікті жар болған ата-анамыз өмірге келген қыздарын қияға, ұлдарын ұяға қондырып, бұл күнде 6 қанат ақ ордалы әулетке айналған 6 перзентінен 26 немере, 6 шөбере сүйіп, ұлағатты ұрпақтың қызықшылығына бөленіп жүр. Сапар әкеміз әулетіміздің ақ баталы абызы, қазыналы атасы. Зәуре анамыз 6 перзентке өмір сыйлап, күміс алқаның иегері атанған алтын құрсақты, ақ жаулықты әже. Ата-анаға алғыс пен ақ тілек. Бізге әлемнің жарығын сыйлап, қанатымызды қатайтқан қос бәйтерегімізге қашанда бас иіп тағзым етеміз. Ардақты Сапар әкем, Зәуре анам, әрдайым бастыңыздар төрге қадам, сіздердің адал асыл жолдарыңыз жарығын шашып тұрған сәуле маған. Асулардан сіздер аман өтіңіздер, ақ батамен разылық етіңіздер. Алтын той жалғасты боп ғасыр тойға, қол ұстасып 100 жасқа жетіңіздер. Алтыннан қымбатты ағайын, ыстық ықылас пен қошеметтеріңізге бөлеп,
бүгінгі алтын тойымыздың басты кейіпкерлерін қарсы алыңыздар.